Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Осындай тез оңай пісетін печенье дайындайтын боламыз. Екі түрінен. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, сары май, шекер және қопсытқыш қажет болады. Осылай сары майымызды ерітіп аламыз, немесе комнатный температурада май болса, соны алып алдын ала. Мен ерітіп алдым, өйткені алдын ала шығарған жоқпын. Ерітіп алуыңызға да болады водяной баняда. Содан соң осылай бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Содан соң шекерімізді саламыз. Шекерімізді салып жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң қопсытқышымызды ұнымызға салып араластыра аламыз. Осылай. Содан соң екі бөліп салып аламыз. Бұлғап. Қолмен да істеуіңізге болады. Маған лопаткамен ыңғайлы болғандықтан лопаткамен жасап жатырмын. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай істеуіңізге болады. Мінекей осылай араластырып жатырмын. Енді екіншісін салатын боламын. Ұнды алдын ала ситадан өткізіп алсаңыз болады. Енді ұнды осылай илейтін боламыз. Егер ұн қатты қолға жабысып жатса, кішкене ғана ұн салып жіберуіңізге болады. Описание бөлімінде жазам, қанша грамм ұн қажет болатын. Анның бүкіл ұн бірдей емес, сондықтан 50 граммдай плюс-минус өзіңіз жаймендеп қарап нетесіз ба, көп салып жібермеңіз, қатты болып кетеді печеньеңіз. Мінекей осындай болып шықты. Міне ұнымыз. Осындай болып шықты. Мінекей жұмсақ өте. Ұнымыз, тестамыз жұмсақ болып шықты. Енді осылай пергаменттік бумаганы алып дөңгелетіп шығатын боламыз. Дөңгелетіп, егер сіз қонаққа жасайтын болсаңыз печеньені, онда өлшеп алыңыз. Каждайын өлшеп бірдей қылып көлемінде жасасаңыз әдемі болып шығады. Мен балаларыма жасап жатқандықтан өлшеген жоқпын, тек дөңгелетіп шықтым да осылай істедім. Сосын үйде мынандай кішкентай не болған жоқ, сондықтан осылай алып, тек ортасына осылай қолдың ізін салып, осылай варенье салатын боламыз. Әдемілеу өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Мен осылай істегім келді. Осындай шықты міне. Менде малинаның вареньесін салып шығатын боламыз. Духовканы қыздырып, алдын ала 15-20 минутқа қоямыз 180 градуста. Одан артық ұстамаңыз, себебі печеньеңіз қатты болып кетеді. Осылай салып шығатын боламыз. Мінекей духовкамызды салып шықтық. Мынау малинамен вареньесімен піскен печеньеміз. Енді екінші партиясын бұнда осылай салып аламыз. Піскеннен кейін барып начинкасын салатын боламыз. Вареную сгущенку начинкасын саламыз. Мінекей тағы да осылай істеп шығамын. Екінші партиясы, жаңа бірінші партиясы малинаның вареньесімен істедім. Енді екіншісін сгущенкамен жасайтын боламыз. Бірақ бұл кезде біз біріншісінде піспей жатып қойдық.
Енді мен бірінші пешняны пісіріп алып, содан кейін барып начинкасын салатын боламын. Мінекей пісіп шықты пешнямыз, енді начинкасын салып жатырмын. Бірақ екеуінің де дәмі өте керемет, өте тәтті болып шықты. Соған дейін, піскенге дейін салсаңыз да, кейін салсаңыз да айырмашылығы жоқ. Баршаңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.